Сәлем достар, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін мен оразаның екінші күніне арналған ас мәзірмен бөлісемін. Бүгін мен борщ пісіремін. Ең алдымен қазанымызға сүйекті етті саламыз. Бісміллә. Тұз қосып, қайнатамыз. Ет қайнағаннан кейін көбігін алып, 1-2 бас лабыр жапырағы және 5-6 бас қарабұрыш салып, тағы 1 сағат 20 минут қайнатамыз. Енді ет қайнап жатқан кезде 2 ас қасық сұйық майды қыздырып, пиязымызды қуырып аламыз. Пияз сарғайып қуырылып болғаннан кейін ортасын ашып, сәбізді ұсақ үккіштен өткізіп, сәбізімізді бірге қуырамыз. 3-4 минут қуырамыз. Кейін қызылшаны үккіштен өткіземіз және оның 3-тен 2 бөлігін қуырамыз, 3-тен 1 бөлігін алып қаламыз. 3-4 минут қуырамыз. 3-4 минут қуырылған соң 1 лимонның немесе жарты лимонның шырынын алып қосамыз. Лимон шырынын қосқаннан кейін бір араластырамыз және пешті өшіріп қоямыз. Біздің борщымыздың сәнін де дәмін де келтіретін қуырмашымыз дайын. Енді табамызға кішкене сұйық май құйып қыздырып аламыз және құрғақ томат немесе паприканы алып 1,5 шай қасық көлемінде қуырып аламыз. Бір ғана қыздырып алсақ болғаны, сол жеткілікті. Маймен түгел араласқан кезде бірден пештен алып аламыз. Әрі қарай қыздырып, күйдіріп керек емес. Және ол дайындаған құрғақ томатымызды, немесе томат пастасын десек болады, паприкамыз десек болады, бұған дейінгі дайындаған қуырмашымызға қосамыз. Құрғақ томатты осылай қыздырып алған, майға қыздырып алған кезде дәмі де ерекше болады және түсі де біз қалаған түсте болады. Ет әбден пісті және оны сорпасынан сүзіп аламыз. Сорпасына 4-5 бас картошка салып 10 минут қайнатамыз. Картошка 10 минут қайнағаннан кейін 40 қабатымызды салып 5 минут қайнатамыз. Енді бұған дейін алып қалған 3-тен 1 бөлік қызылшаны алып саламыз, араластырамыз және оның бетіне бұған дейін дайындап қойған қуырмашымызды саламыз. Араластырамыз, түсін қарасаңыз, енді өте керемет. Пешті сөндіріп, араластырамыз және астындағы пешін сөндіріп, қақпағын жауып 15-20 минутқа қалдырамыз. Енді бізге салат жасау үшін пекин 40 қабаты керек. Ұсақ-ұсақ етіп, қолмен үзіп-үзіп тәрелкеміздің астына саламыз. Оның бетіне ірілеу етіп қиярды турап саламыз. Оның бетіне майлылығы жоғары ірімшік саламыз. Творожный ірімшік сыр деп айтамыз, сондай салуға да болады. Бірақ қазір майлылығы, ағзада майлылықты қалпында сақтау үшін және басқа да дәрумендердің еруі үшін мен осы ірімшікті қолданамын. Оның үстіне
қызанақ немесе черри қызанағын салсаңыздар болады. Оның бетіне зәйтүн жемістерін саламыз. Және оның бетіне соя соусын құямыз. Салатымыз дайын. Бұған дейін дайындап қойған боршымызға етті саламыз. Екі тіс сарымсақты ұсақтап, оған 2 шай қасық толтырып қаймақты араластырып, боршымыздың бетіне қаймақты дайындап қоямыз. Дайын болған боршымызды құйып аламыз. Бетіне дайындаған қаймағымызды саламыз. Және аз көп себеміз. Оразаның 2-ші күніне арналған ас мәзірі осындай болды. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.